Келін отқа не үшін май құяды? Бұл қазақтың мыңжылдық дәстүрі. Жаңа түскен келін босағадан аттағанда отқа май тамызады. Бұл шырағым сөнбесін, отың өшпесін деген ниетпен, отбасының амандығы мен шаңырақтың берекесі үшін жасалатын ғұрып. От киелі, оны басуға, түкіруге болмайды. Келін маңдайын жерге тигізіп сәлем етеді. Енесі алақанын отқа қыздырып, келіннің бетін сипайды. Бұл дәстүрдің түп тамыры көшпенді қазақ өмірінің тәжірибесінде. Бабаларымыз түнгі оттың қоламтасын күлге көмген, таңға дейін өшіп қалмасын деп сақтаған. Өйткені от тіршілік, жылу, береке бастауы, таңертең оты өшпеген үйдің тірлігі де тоқтамайды. Дәрет суы дайын, аста тез піседі, ісі өнімді болады. Оты өшпеген үй ояу, епті, берекелі үй. Сондықтан келіннің отқа май құюы жай ғана ырым емес, ол ата-баба аманатына құрмет, отбасыға адалдық пен қазақы дүниетанымның көрінісі. Бұл отқа табыну емес, ел амандығын тілеген ізгі ниет. Отың өшпесін, шырағың сөнбесін, қазақ үшін бұдан асқан тілек жоқ.